Армысыздар, құрметті көрермен, Айбек Қабылша YouTube арнасында кезекті подкаст. Кеше Қазақстан Бельгия арасындағы матчты көрдік, нәтижесіне қуандық. Тең нәтиже 1 ұпай алдық. Ал кешелі бері баршаңызды қызықтырып жатқан дүние, сіздерден келіп жатқан сұрақ: ұпай алдық, ал Эльдар Аманбаев шашын алды ма деген сұрақ. Ендеше дәл өз сұрақтың жауабын білгілеріңіз келсе, келесі видеоға назар аударыңыздар. Ал бұл Эльдар Аманбаев еркек айтты, жігіттер жасайды деді. Солай ма? Кешеден бері Трецқа да, жекеге де жазып жатыр, тақырбасын шаштерін ештіріп жіберіп, енді жігіттің екі сөйлеген өлген дейді. Қазақ кешегі еліміздің бір керемет ұлттық құрамамыздың ойнауы енді өзімізге де бір не беретін шығар. Және футболдың дамуына бір серпін, менің стилімен жаңа бір серпін беретін шығар. Сосын сол тақырбас стилі ұнап кететін шығар. Сондықтан қазір барамыз. Аман болса басың тағы өсер шашың деп Эльдарды шаштаразға алып келдік. Ассалаумағалейкум. Мен аласқа деп. Вот міне. Ал кешегі маскадегі шаш әдемі, бірақ жарасып тұр. Енді шынайы өмірде қалай болатынын Көреміз қазір. Қазір көреміз. Ал Эльдардың шашы алынайын деп жатыр. Өзің аласың ба, Айбек? Ё-майо. Ё-майо. Басқа насадка жоқ па? Бір бұймен алып көрейін бір. Былай аламыз ғой сондай. Ой-ева! Мәссаған! Ал Эльдардың шашын алдық деген қалай кетті. Бірақ жігітше айттың? Әрине. Істеу керек. Түні бойы дайындалдым. Түні бойы. Не істеймін? Подкаст қалай түсірем, влог қалай түсірем, кездесулерге қалай барамын деп. Сөйтіп бір кепкамен бір шапка алдым зато. Қыс қой бірақ. Артығымен ба? Жақсы бірақ. Ал Эльдар Аманбаев. Міне пақырларыңыз. Астанадағы +1 тақырбас. Талғат Маролы, Эльдар Аманбаев әріптесіміз. Егер Қазақстан құрамасы бүгін Бельгиядан ұпай алатын болса, мен шашымды алып тастауға дайынмын деген. Сол шашты сізге келіп алдырсақ қалай қарайсыз? Мен прошловековый человек, Совет үкіметінің кезінде өскен. Мен советскую армию прошел, старший сержант. Бірақ бірінші күнден армияға келгенде мен шашымды басымды берген жоқпын алуға. Шашыммен жүрдім. Сондай қисық болғам. И мына беру машинка нелерді мен білмейм. Поэтому из меня цирюльник будет плохой. И я боюсь, что я сделаю плохую прическу Эльдару. Талғат Мароұлына дұғай сәлем. Кеше ұлттық құрамамыздың бас бапкері. Мен бапкерлік жұмысымды жасайын, оның мастерімін. Шаш алудың нағыз мастеріне барсын деді, мастеріне келдік. Міне, Эльдар осылайша еркектің екі сөйлеген өлгені, немесе жігіттер айтты және соны жасайды дегенді білдіреді. Міне бір сөзді Эльдар Аманбаев біздің студиямызда, және біздің дәл өсі бәстескен жігіт, Эльдардың шашын алған жігіт, және 100 000 теңгесін қағып алған Қазбек Тайланов. Ал жігіттер, міне бәстесудің соңы осылай болды. Шаштан айырылдың, Эльдар. Көңіл күйің қалай? Айтпа, шаштан айырылсақ та абыройдан айырылған жоқпыз. Көңіл күй тамаша. Негізі мен де бағана видеода айтып кеттім ғой, неше түрлі историялар көп, еске түсе береді. Кеше мен андай бір резонанс болады деп ойлаған жоқпын, шын айту керек. Көптеген адамдар дайректке сообщение ретінде таныс, бұрыннан таныс, танымайтын адамдар өте көп жазған. Запросы деген ашасың ғой. Тез іліп тұр.
тақырбас, мал тақырбас, джиган, шашыңды қашан аласың, сөз тұрсан, ана бір фотошоппен незіп қойдым ғой сториске, ол әзіл ретіне қойдым ғой. Әрине аламыз, әрине сөз бердік, сөз айттық, жігіттің екі сөйлеген өлгенде Найбек толығымен келісеміз. Бастысы мен үшін бұл бәс деп айтамыз ғой. Ешқандай бұл ұлттық құрамаға сену, сенбеу, жаңағы ондайға қалай аты қосуға болмайды. Өйткені мен де сол подкастта қарасаңыздар, қарамасаңыздар, қарап кетіңіздер, айтқам, ұлттық құрамаға жанкүйерміз, міндетті түрде кеше бәріміз бірге де қарадық қой, қалай балаша қуанып бірінші голға тіпті ұтып кетсе екен, ол бәсті мен сосын Қазбек маған жүгіріп қойған кезде айтты, о, болды, шашыңды аласың деген секілді. Сол кезде ғана еске түсірдің ба? Еске түсті, оны ұмытып қалғам ғой. Бірақ сен айттың ғой, біз ұпай алғанымызды қалайын, бірақ реалист болайық жігіттер. Енді реалист тұрғыдан енді барлығымыз қазір енді көбіміз результатты білеміз, нәтижені білеміз. Нәтиже білгеннен кейін айтқан оңай, иә? Де Брюйне келгенде мүмкін басқа ойын болушы еді, Лукаку болғанда басқа ойын болушы еді. Куртуа тұрғанда. Жоқ, Сесен тұрғанда, Куртуа тұрғанда мүмкін басқа ойын болушы еді. Мысалға, кеше кім білген? 4 шабуылшымыз бірден бірінші минуттан бастап шығатыны. Кім білген, иә? Соның барлығы енді әсер етті ғой. Әрине қуаныштымыз. Әрине мен біздің ұлттық құраманы қолдаймын, сүйемін және дәріптеймін. Еліміздегі футболды дәріптеп кәдімгі халыққа жеткізіп отырғаның сол біз мақсат футболдың дамыту ғой. Әрине осы жерден енді бір кішкентай балдар ма, енді көбісі кішкентай балдар ғой, сондай түсінбей қалады, жазады деген секілді. Бұл шоу қылдық. Оның арқасында міне инфоповод кеше өз присутствиесін сен сұрақ қойдың ғой, Марон жүз таңғалды. Бұл маған енді сол жерде Талғат Маруалының басын былай шақ еткізіп ұстағаны кәдімгідей әдемі еді. Анау әдетте тиктокта, инстаграмда видеолар болады, бәрі маңдайын ұрғанша тура сондай Талғат Маруалының дәл өз кадрын салса болады көп жерлерде. Және енді реалист болайық дедік, реальный өмірде, шынайы өмірде Қазақстан құрамасы Бельгиядан ұпай алды. Енді дәл өз тұрғыда жаңа біраз пікірлерді айттың, бірақ соның ішінде мал деп айтқан адамдарды да бар дедің да. Неліктен олай айтып жатыр? Сонда сенбедің деп айыптап жатыр ғой. Иә, көбісі сенбеді ғой, қалай сен ұлттық құрамаға сенбейсің, соңына дейін сену керек, қалып атсақ та сену керек деген секілді маңыздар ғой. Ол кісілердің өздеріне сұрақ қою керек қой, сіздер сендіңіздер ма деген секілді. Тағы да қайталап отырмын, ұлттық құраманы сүйеміз, оларға сенеміз, бірақ енді реалист тұрғыдан қарасақ, енді кешегі ойынға барлығы алып келді ғой. Талғат Маруалы бекер айтпады. Біз енді андаймыз ғой қазір, нәтижені біліп тұрған кезде, қазір Талғат Маруалын бұрын бірінші ойындардан бастап қойсақ, мүмкін біз әлем чемпионатынан шығып кетуші ме едік деген сұрақтар. Бірақ оның барлығы қадаммен жасалатын, және сол кездегі Али Алиевтің несі бар, еңбегі бар, сол кезде Али Алиевті таңдаған адамдардың еңбегі бар, және сол адамдарды таңдаған адамдардың еңбегі деген секілді ғой. Бұның барлығы жиналып келіп, міне осындай нәтижеге алып келді. Ортақ нәтиже. Ал енді Қазбекті сөзге тартайық. Қазбек, сен дәл қазір Қазақстанның ұпай алғанына қуаныштысың ба, әлде елдардың шашын алып 100 000 теңгесін қоса алғаныңа қуаныштысың ба? Қайсысына көбірек қуанып отырсың? Қайырлы күн. Біріншіден, ең бірінші жаңа Қазақстанның ұпай алғанына қуаныштымын. Ол кезде мәселе жаңа айтып жатыр ғой, елдер комментарийда жазып жатыр, анау деп жатыр, мынау деп жатыр. Бірақ сол подкасттан кейін керісінше сен жындысың ба, мынау не айтырсың деген, маған солай айтқан адамдар болды. Жаңа пікірлерді мен көрсеттім ғой. Қазбек, сен қуасың ба, қаяқтан Бельгиядан қазымды қуыма бірнесе деген комментарийлер көп болды ол матчтан кейін. Жалпы әркім әртүрлі ойлайды, оған қатты мән берудің қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені ішке қатты қабылдап, мен уже анау подкасттарға әбден барып уже түсіндім да, комментарийға қатты былай бас қатырып там. Бірақ сен енді сен де сөзіңде тұрып тұрсың ғой енді. Бұлайынша айтқанда, сен сенімді айттың, сен де шаш алуға дайын болдың. Мен де дайын болдым, иә. Темірлан Анарбеков ана сейфтерді жасамағанда, сен қазір шашыңды алып, дәл осы жерде сен қалпақ киіп отыратын едің, иә? Әрине. Ал қазір 100 000 теңге түсті ма? Иә, біздің көрермендерге оны да көрсетіп қой, чегіңді ашып. Қане? 100 000 теңге түскен, бәрекелді. Бұл да елдардың сөзінде тұрғандығы, әйтпесе 100 000 теңгесі қалтасына сыймай тасып бара жатқан жоқ. Осылай 100 000 теңгесін қоса беріп отыр. Және енді өзіңде сенімің артып, қазір кез келгенін бәске шақыруға дайын отқан шығарсың? Жалпы мен бір оқиғаны айтып өтейін.
Иә. 2023 жылы Тобыл мен Базель командасы ойнайтын болады. Сол Иә. кезде сырт алаңда. И Нұрсұлтан Құрман досымыздың подкастына барамда мен дәл осы айтам, Тобыл Базельді ұтады сырт алаңда деп. Мәссаған. Иә, сырт алаңда ұтып кетеді. Ол кезде оның алдыңғы жылы Базель Лига конференциясының полуфиналында ойнаған команда тұрған. Өйткені мен андай көп зерттеймін, ойыншылар жаңа тактикалық тұрғыда бапкерлермен көп сөйлесем, Құрамнан кім кетті, құрамнан кім кім кетпеді, кетті, оның бәрінен хабардарсың ғой. әбден жеттік болмаса да, бірақ былай хабардар болуға тырысам да, кімнің физикалық жағдайы, кімде жаңағы эмоциялық подъем, бапкер ауысқаннан кейін кейбір командаларда эмоциялық көтеріліс болады. Ал енді Қазақстан ұлттық құрамасында сондай болды. бұл енді жағы Базелдің жауабын айтса, кіммен біреумен бәстестің ба? Жоқ, жалпы жанкүйерлерге айттым. Өзің жоспар. Өзімнің ойынға деген жоспарын Тобыл сырт алаңда ұтады және келесі кезеңге өтеді деген. Ол подкастта Эльдар Аманбаев болмай қалды ғой. Ол ол сенімен кезде бәстесетін беді, және сол кезде ақ сен Эльдардың шашын алып тастауың мүмкін еді ғой, иә. Қазір енді Қазақстан құрамасы сенің абыройыңды сақтап қалды, шашыңды аман сақтап қалды. Енді қалай, біреуді бәске шақыра аласың ба, әлде қорқып қалдың ба? Жалпы олай қорқып қалдым дегенде ештеңеден қорқатын ештеңе жоқ. Егер кәдімгідей ұлттық құрамаға сенбеймін, мен жаңа көпшілікте жүрген біздегі Қуат Хамитов секілді спортсмендерге кресло мен осы жердемін келіп, Қазақстан ұлттық құрамасына сенбесеңіздер, осы жерге отырып мен бәстесіңіздер дейсің ғой, иә? Жаңағы біздегі журналистер бар, көбінесе кішкене не істейтін. Біріншіден жаңағы Талғат Марғоныш командаға сенімге алады деп ойлаймын. Осы ойындарда сенім, өз-өзінен сену. Ал егер сізде өз-өзіңізге сенсеңіз, біздің подкастқа келіңіз. Айбек Қабылша YouTube арнасында студияда күтеміз. Қазбекпен кімнің бәстесуге дайын? Сақалыңызды аласыз ба, шашыңызды құрбан қыласыз ба, не тігесіз бәске? Тіпті Қазбек енді тегінен тегін бәстеспей, тіпті ақша да сізден қоса сұрап өтуі, талап етуі мүмкін, ұсынуы мүмкін. Қалтасында плюс 100 000 теңгесі бар. Ал 100 миллион теңге. Енді ол 100 000 теңгені алып, енді әлбетте Қазбек қалтасын салып қашып кетпейді. Оның стейгі бар, өзінің бір рәсімдері болады ғой. Ал Қазбекжан, қазір ойынға оралайық. Стадионда мен енді 100 000 теңгең құтты болсын. Ал Эльдарға аман болса, басың тағы өсер шашың дейміз. Маған енді көмек болса, менде кешегі сол енді жаңағы ситуациядан кейін Инстаграмда да подписчиктер көбейіп отыр ғой, иә. 8900-ға дейін жетіпті. Иә. 8000 бәленбай болған, осы матчқа дейін 900 адам қосыпты. Астыда қалдырады, Айбекжан сілтеме 10 000-ға дейін жеткізіп тастаңыз. Тамаша. Мен шашыма мотивация тезірек өсіп болады. Жаңағы комментарий бойынша айта кетейінші. Бір Инстаграмда оқып қалдым да, ой, Қазбек, сен не айтып жатсың, Бельгия, анау мықты ғой, вообще футболдан хабарың жоқ қой деп комментарий қалдырғанда, бүгін қарасам, сол адам маған өзіме подписан болып тұр ғой. Саған жазып па? Өзі подписан болып тұр. Міне, осылай. Негізі өмір, футбол, бұл жерде жеңімпазды күні бұрын айту мүмкін емес. Бұл әлемдегі нөмірі 1 спорт. Доп домалақ, бұдан кейін Эльдар Аманбаевтың да басы домалақ. Осылай. Мен шешіп көрсейін. Көрсетші бас. Сенбейтін болса. Искусственный интеллект емес. Бұл кешегі маск емес. Зеленка емес. Сап көріңіздер. Ой, шағып біз тақмай алып, шертіп жіберуге болады. Армияға екінші рет жіберуге болды. Айтқандай, Эльдардың бүгін бір ақпаратын естідім. Эльдар осымен өмірінде екінші рет ес білгелі шашын алып отырған екен. Алғаш рет 6-шы сынып оқып жүрген кезінде, иә? Сол кезде әлде 6 жасыңда ма? 6 жасымда ма? Жоқ, 6-шы емес, 6 жасымда. 6 жасында алғаш рет шашын алған, содан кейін шашын алмаған. Міне, қазір 2025 жылы 15-ші қарашадағы Қазақстан мен Бельгия арасындағы матчтан кейін Эльдар өзінің өмірінде екінші рет шашын алып жатыр. Енді тезірек өсуіне тілекшіміз. Жаңағы айтқандай әлеуметтік желідегі парақшасына, YouTube-тағы арнасына тіркеліп, оқырмандардың санын көбейтейік. Әлбетте Айбек Қабылша YouTube арнасына да, парақшамызға да тіркеліңіздер. Дәл осы видеоның мен жаңағы Инстаграмдағы қаралымының өзі 50 000-ға жақындапты, TikTokта 150 000-ға жақындады. Енді осынша қаралым болып жатыр, бірақ
иә бөлісіп жатқан адамдар көп, бірақ тіркеліп жатқан адамдар өкінішке орай осы қаралымдағыдай артып жатқан жоқ. Қаралымдарды арттырсаңыздар және сіздер тіркелсеңіздер, бізден де осындай керемет контенттер сіздерге көбірек болады, демеушілер де көбірек тартылады. Ал ойынға оралайық. Қазір Елдар, сен енді реалист болайық деп дәл осы ойында Қазақстан құрамасы Бельгияны тоқтата алмайды, олар әлем чемпионатына шығу керек деген дүние болды. Енді Бельгия кеше бір күн бұрын Руди Гарсия да айтып жатты, мен бұдан кейінгі ойынды білмеймін, жасанды алаң деп мен ешқандай ақталмаймын, барлығына да жоғары деңгейдегі алаң. Бельгияда да осы жастар футболында, жасөспірімдер футболында жасалынды алаңдар көптеп тәжірибеде қолданылады, сондықтан бұл жігіттердің барлығы да дайын. Мен ертең әлем чемпионаты мәселесін шешіп қойғым келеді деді. Ал Талғат Маруаұлы ертең біз аянып қалмаймыз деді, намысқа тырысамыз, шабуылға ойнаймыз деп айтты. Және сен осы баспасөз мәслихатынан кейін қалай екенін білмедім, жаныңда жүрдім. Матч алдындағы біз ойыншылардың жаттығуында 15 минут бірге тамашаладық. Бірақ артынша 15 минут өтпей жатып, сен өзіңнің телеграм арнаңа бізге ертеңгі құрамды айттың. Қандай таңғалдырулар болатынын. Тіпті Еркін Тапаловтың сен оң жақ қорғаушы емес, орталық тірек жартылай қорғаушы болып ойнайтынын да айтып инсайт жібердің. Бұл ақпарат қайдан алдың? Кім беріп отыр саған? Енді көбісі сұрайды, бұл ақпараттарды қайдан аласың? Басында ешкім сенбеп еді, ондай құрам шықпайды деп. Енді қазір бара-бара да көп адам жазады. 2 күн қалғанда, 3 күн қалғанда сізде инсайт бар ғой, негізі құрам қандай болады, кім шығады деген секілді. Енді әрбір инсайдер өзінің источниктерін айтпайды. Бірақ бұл жерде менде Аллаға шүкір, қазір Қазақстан футбол жаңа федерациясының ұлттық құраманың жанында жүрген адамдардың, сол тренерлік бапкерлік штабтардың ішінде бар, футболшылар бар, жалпы жан-жақтан жинаймыз ғой информацияны. Футболшылармен де сөйлесеміз. Олар енді андай бір кішкентай балдар секілді ғой, олар алдай алмайды деген сияқты. Өздері айтып қояды, өздері ішіндегі жасырын, мысалы толқып тұрған нәрселерді айтып қояды деген секілді. Мынандай. Сосын енді ұлттық құраманың медиадайына барған кезде, жаңағы бір күн қалғанда пресухадан шығып, бізде 15 минут жаттығу болады ғой. Сол кезде қарап тұрасың, кімде қандай манишка, кім қандай манишка киіп отыр. Сосын федерация фото жібереді. Ол фотода Самородов қызыл манишка, Кенжебек қызыл манишка, Тапалов қызыл манишка деген кезде, бұлар ертең енді бір күн қалғанда составқа бөліп қояды ғой, 2 составқа, сонымен ойнайды. Соның барлығын талдап, жасап, сөйлесіп адамдармен сол ортақ бір картина пайда болады да, соны енді картинаны уже аласында сол бапкерге мысалға айтсын, мынандай құрам екен деп, по факту деп. Оңғайдан біліп қойын деп уже. Бірақ енді сен кеше құрамды 100% айтып бердің? Иә, енді 100% айтып отырдық. 100% Руди Гарсия егер сенің телеграм арнаңа жазылған болғанда, кеше ол бірінші голды жібермейтін бе еді, 10-шы минутта? Мүмкін. Ол жағынан да бір өзіміздің әріптестерден сын болды, неге шығарасын, біз де ойбай білеміз, шығарсаң қарсылас көріп қояды, тактикамызды ойластырып қойсам, айтамын, Руди Гарсия біздің телеграм арнада не істеп жүр деп ойлайсың? Олар қарамайды ғой, олар өздері футболын ойнайды, олар Қазақстан құрамасына қарамайды. Кешегі мен енді жалғыз бір позициям болды, сол Тапалов немесе Қасаболат деген секілді. Сондықтан мен пресс-конференцияда сол сұрақты қойдым. Кім шығады? Сол кезде Маруанш айтты ғой, қазір чемпиондар лигасына тонуста болған жігіттер шығады. Бірақ енді Тапаловтың шыққаны мені өте қатты таңғалдырды. Бірақ ойыннан кейін енді саралап жатсақ, оны шығарған 100% өзін дәлелдеді ғой. Өйткені Доку оң жаққа келсе, Тапалов сол жаққа көмектеседі, ортадан бәрі көрініп тұр ғой. Егер Доку сол жаққа келсе, Тапалов правый защитниктен ана жаққа келмейді ғой. Ортадан барады да сол Докуның жанына келеді. Ол кезде орталық тіреуіш қорғаушы, жартылай қорғаушы болып Рамазан Оразов көмектеседі, ал Самородов бәрі прессингке кетеді деген секілді. Расымен өте бір Доку кеше негізі оң қапталға ауысып көрді, сол қапталға ауысып көрді. Қай жаққа барса да оң қапталға келсе Бағдат Қайыров пен жаңағы Еркін Тапалов, сол қапталға келсе тағы да Еркін Тапалов пен Ян Вараговский. Үшіншісі Оразов келеді, егер сол қақпаға жақын келіп қалса, алады да Қасым мен Әліп. Негізі Доку кеше өте жақсы ойын көрсетті. Сол екінші Доку Бельгияға жетпей қалды. Сол жәнегі пресуха деп отырмыз ғой, Бельгияны басып көрген сұрақ қойдық қой, сіздер жалпы бізді Қазақстанға дайындалып келдіңіздер ме? Сіздердің бүкіл ойындарыңыз Докуға пас беру. Бір Докуға сеніп келгендей болды. Қарайсыздар дегенде
өн сөзі мойындады ғой, Иә. біз менсінбедік, Қазақстан құрамасы менсінбек, және олар бұлай ойнайтын не істеген жоқпыз, күткен жоқпыз деді. Міне. Расымен біз менсінбеушілікті негізі бір күн бұрынғы баспасөз мәслихатында Иә, иә. көрдік. Мен және айттым өздеріңе, мыналар менсініп отқан жоқпыз деп. Өйткені баспасөз мәслихатында бізге сұрақ қоюға мүмкіндік те бергісі Иә, келмеді. Тұрып кетіп бара жатқан жерінен әйтеуір тоқтатып, "Ей, тоқтай тұр, бір сұрағымыз бар еді" деп, құлға да бір сөз береді дегендей қылып әйтеуір тоқтатып алдық. Және сол кезде тәкаппарлығын байқадық. Екіншіден, олардың жаттығуы кеш басталды. Негізі 19:00-де басталу керек жаттығуы 19:40-та ма, 45-те ма басталды. Және дәл өз тұрғыда да біз ойыншылардың асықпай шығып маң-маң басып жүргенін көрдік. Және бұл да менсінбеушілік кешегі нәтижеге әсер етті ме, қалай? Және осы бір кешігу жайлы қандай регламенттер бар? Федерацияда не айтылды, ақпарат бар ма, Қазбек? Жалпы УЕФА тарапынан қандай шаралар қолданылады мұндай жерге? негізі ол жағын нақты білмейді екен, шыны Иә. керек. Бірақ Бельгия құрамасы кеше бізді қатты менсінбеді деп айтуға да келмейді. Өйткені Иә. көрдік, бірінші минуттан бастап қысым жасады. Докуды көрдік. Доку бірге бір ойнаса кез келген ойыншыны алдап өтеді. Сол Иә. үшін де бізде Тапалов пен Қайыров бірінші таймда кәдімгідей екеуі ұстауға тырысты, бірақ соңғы кәдімгідей Тапалов пен Қасымнан өткен өзінде, Қайыровтан өткен өзінде Қасым 2-3 рет кәдімгі добы аяғынан жұлып кетіп жатты да. Оларда және бір байқағаным, біздің искусственный поляға бір үйренісу кішкене уақыт алды. Өйткені бірінші таймның басында Қазақстан шабуылы көбірек болды. Мысалға, неге қарағанда? мен осыған келісе алмаймын да. Өйткені алаңға үйрене алмайды десек, Доку басқа доппен жүрген жоқ, Доку басқа бутсымен жүрген жоқ. Кәдімгі Жеремей өзін суда жүрген балықтай сезініп жүрді алғашқы минуттан. Бұл жерде былай ғой, допты пас берген кезде білінеді ол алаң қандай екен, доптың домалауынан. То есть сен пасқа қаншалықты күш саласың, искусственный поляда басқаша күш саласың сен ол пастың футболистке жету үшін. Кәдімгі натуральный газонда сенің допқа салған күшін басқаша болады. Оны білеміз ғой, бірақ дегенмен бізде прессинг өте жоғары болғанын айта кетуіміз керек. Және әлгі гол көретін кезде қарап тұрсаң, Чесноков, мына жақтан Дастан Сәтбаев, тура жанында Максим Самородов, барлығы бір адамды қысып алды ғой, кәдімгі екі қорғаушыға біздің 3 адам барды, және пас беруші де қателесті. Сөйтіп жылдам гол соқтық. Және осы тұрғыда Дастанның ұлттық құрамадағы алғашқы голын көрдік. Құттықтаймыз, Дастан үшін қуаныштымыз. Ал қақпашының қаншалықты кінәсі бар деп ойлайсыңдар осы тұрғыда жақын бұрышқа жіберген? Жалпы Бельгия қақпашысы. ол кезде енді Дастан білеміз, оны көбінесе андай дальный ударлар тебетін, және ол бір перестроиться етіп үлгермей қалған секілді. Дастанда енді хитро тепті ғой ана моментте, кәдімгідей айласын асылып жерді. Негізі ана қақпашы байқасаң алыс бұрышты жабам деп бір қадам жасап қойды, және Дастанда көрсетті ғой өзі алыс бұрышқа тебетіндей көрінді да, енді былайынан кеткеннен кейін. Айласына асырды деп ойлаймын Дастан. Және Дастанның риза болатыным оң аяқпен де сол аяқпен де таңдамайды. Сол құткізіп кәдімгідей ұрады. Және бізде бірақ барлық ойыншылар өйстіп енді Дастан керт демей-ақ қойын, әйтеуір ол негізгі аяқ оң аяқ болса да сол аяқпен теуіп жіберіп атты. Мәселен кеше Рамазан Оразовта керемет мүмкіндік болды. Егер Рамазан сол жерде сол аяқ емес оң аяққа алып барып ұрғанда да ашық болғанын білеміз. Бұл тұрғыда басқа жігіттердің осылай сол аяқпен тебе берген дұрыс па, әлде өзінің үйреншікті оң аяғына алып ұрған дұрыс па, елдер қалай? Негізі өзінің үйреншікті оң аяғына немесе сол аяғына алып ұрғандары дұрыс, бірақ енді футбол қазір енді андай болып кетті ғой, сенде 1-2 секунд бос уақыт кеңістік болмайды, метр кеңістік болмайды, 1-2 секунд уақыт болмайды, сондықтан екі аяқпен тетеу керек. Кеше Ғалымжан Кенжебектің де мысалға бірінші таймдағы 2 мүмкіндік, 3 мүмкіндік болды ғой, екеуі өте қауіпті. Үшіншісі Ян Вараговскийға берген кезде алдыда сол нерабочий аяғымен тебе салды деген сияқты. Қазірдің футболшылардың барлығы сол скиллдарды дамытып жүр, бірақ дегенмен де өзінің кәдімгі
үйреншікті аяғымен тепкен дұрыс. Кеше Рамазанда да сол мүмкіндік өте болды. Жанында ешкім болған жоқ. Иә. Бір алып, сол бір тартып, оң аяқпен тебуге болушы ма еді деген секілді. тоқтатып барып уақыт болды. Мен өзі барлық біледі ғой, Манчестер Юнайтед клубының жанкүйерімін ғой. Кеше сол қақпада Селсті емес, Ламинсті күткем өзім. Өйткені қазір ол Манчестер Юнайтед нөмір 1-ші қақпашы. Кураж ұстап алған кезде. Жақсы ойнап жүр. Неге Селсті қойған мен 22 жастағы. Мен де сол. Мен бір сол бапкерді ақтай десем, Селс кеше бірінші рет ойнапты, иә, ұлттық құрамадағы. Алғашқы ойыны. Мүмкін менсінбей, сол бағана тақырып қой, Қазақстан ұлттық құрамасына, бұлар көп теппейді ау, Селс тұра сал, бұл саған біздің подарок ретінде деген соны тұрғызды, және оның қателігі болды. Анау Дастанның соққан голы таза Селстің қателігі. Бірақ Дастанның бір артықшылығы, ол андай соққыны жасайтын моментті дұрыс таңдады. Оған жаңағы Миланда ойнайтын орталық қорғаушы да дайын болған жоқ, және АПЛ-де тұрып жүрген Селстің да дайын болған жоқ. 1 секунд ерте, 1 секунд кеш емес, дәл уақытында ұрды. Ал расымен Ламменс тұрғанда 22 жастағы талантты Куртуа тұрғанда негізгі орында жүр. Негізі Куртуаның да бұлар ондай бір қатты жарақаты жоқ негізі. Менсінбей, Қазақстанға сен Реал звондаған шығар, Қазақстанға барасында біз оларды 5-0 өттік, олар теппейді деген секілді. Мына жігіттерге менсінбеушілік болды, 100% болды. 100% болды. Мен жанында біз ол предстудияда отырамыз ғой, Бельгияның екі несі отырды. Журналисті. Сол біздің арнамызда жасайтын бір балаға айттым, олар не жазып жатыр да, статья. Олар бұл қызық қарайды екен жалпы. Ноутбукқа үнілі болады да, жазып жатыр. Сосын біз оны фотоға түсіртіп, енді французша білмейміз ғой. Оны GPT-ге салды ана бала не жазғанын. Қазақстан құрамасы жақсы ойнап жатыр, қақпасының арқасында, бірақ екінші таймда олар қазір шаршайды, біз оларды ұтып аламыз деген секілді әңгімелер шықты ғой. Жазып жатыр ма екен сөйтіп? Жазып жатыр. Сосын біз отырып, қазір көреміз. Расымен Бельгияның жанкүйерлері де әжептәуір жанкүйер жиналды, бір 200-300-дей жанкүйер тұрды стадионда, және барлығының көңіл күйі болмай тұрды. Мен бір күн бұрынғы пікірлерін оқыған кезімде осы бельгиялықтардың, біз егер Қазақстанда ұтамай-ақ қойсақ, біз әлем чемпионатына барудың да қажет жоқ бізге деген кәдімгі артық мәлімдемелер болып жатқан. Енді Бельгияның мүмкіндігін көрдік, Руди Гарсияның мүмкіндігін көрдік. Сәттілік тілейміз, енді өз алаңында Лихтенштейнді бұлай да ұтып алады. Жалпы Бельгияны айтам да, негізі бұл құрамасы сәл әлсіздеу көрінді маған. Себебі құрамын қарасақ, жаңағы в основном Брюгге, жаңағы Фулхэм секілді, Астон Вилла секілді ойыншылар, командалардың ойыншылары да, тіпті чемпионшиптің команданың ойыншылары жүр. Милан қазір мықты емес, ол баяғыдағы Милан емес, не дегенмен де қорғаушы Миландан деп жатыр ғой. Алдыңғы поколение қарағанда бұл баяғы Алдевейрелд, Ян Вартонгенді ізбасарлар жоқ десе қорғанысты. Тоттенхэмде жаңағы Ситида ойнайтын ойыншы, өйтіп Реалда ойнайтын Азар, Челсида ойнайтын ойыншы. Де Брюйненің өзі қазір Ситиде емес қой, Наполида жүр. Сондықтан Бельгия кете берсін, енді оған уақытымызды құртпай-ақ қояйық, бізде өзі уақыт саны шектеулі ғой. Кеше бізде тағы да бір сұрақ болды, баспасөз мәслихатында, оны да қозғадық, жаңағы жартылай тірек қорғаушы кім болады деп жатқан кезімізде, Айбол Әбікенді неге шақырмадыңыз дегенде сұрақ қойды. Сен қойдың ғой сол сұрақ? Және Талғат Маролы сол жерде қазір мына жерде айта алмаймын деді. Неге деп едім, оны маған бітісімен баспасөз мәслихаты аяқталысымен. Бірақ ара қатынасымыз онша емес дегендей болып келтірді. Жұрттар сөйтіп түсінді. Барлық сой түсінді ғой. Сөйтсек, енді 100% қазақ тілінде, ана тілінде бір шешендік сөзбен, әдеби тілмен сөйлей алатын кісі емес қой. Ол ойын бәлкім бір қайта солай күмәнданып қалмасын жұрттар деген оймен айтқанда, қайта жұрттар күмәнданып қалып тұрды. Негізі мен жеке өзіммен сөйлескенінде ешқандай араздығымыз жоқ. Мен негізі Айболды құрметтеймін. Айболды мен осы жолы шақырғым келген, Қуаттың орнына ойнамайтын болған соң, өйткені Айболдың барлық данные келеді ұлттық құрамаға. Ол бойы да ұзын, әуедегі допқа да таласта. Айбол өзін жаңағы керемет басымдықтары, артықшылықтары бар, бірақ өзің білесің, алдында допингпен проблема болды. Осы мәселе әлі 100% шешілген жоқ. Сондықтан мен қазір шақыра алмай отырмын, жіпсіз байланып деген сұрақты айтты. Енді мен қазір бұл мәселеден кейін де біраз ойландым, жарайды деп сорды. Оны неге айтпағаны, сол баспасөз мәслихатында жалпы көзге жауап бермеген, енді бельгиялықтар отыр ғой. Олардың көзінше ойынның алдында, ресми ойынның алдында допинг жайлы әңгіме айтып, ұлттық құрамада бір сондай бір допинг қолданатын сияқты болып қалмайық.
бұлар қазір ойбай ұлттық құраманың бәрі допинг қолданады екен деген секілді әңгіме болып кетпесін деген. Ол да енді ортақ абыройды ойлап тұр да. Бірақ енді оңаша айтты, қазір ойын бельгиялықтар кеткеннен кейін мен қазір оны жанкүйерлер не айтты деп сұрап жатыр. Сондықтан осы инсайттар айта кетейін. Осы антидопингалық мәселе 100% шешілсе, мен Айболды егер ұлттық құрамада болсам қуана шақырам деді. Ал бірақ енді қарайтын болсақ, Бауыржан Исламхан да кезінде дәл осы допингтің мәселесі шешілгеннен кейін ұлттық құрамаға шақырту алды. Ойнамаса да шақырту алып жүрді. Валиулин да шақырту алды. Магомед Адиевтің кезінде. Оған да қолдау білдірейік деп. Енді Айбол Әбікенді де бәлкім кеше Айболмен де сөйлестім мен. Негізімен ұлттық құрамаға осы допингтің мәселесінен кейін тағы да шақырту алдым ғой дейді. Ол ешқандай негіз ол жағынан мәселе болмау керек деп жатыр. Сондықтан енді федерация өкілдерінен алдағы уақытта бұл мәселе бойынша кім айналысады, енді бас бапкер айналыспайды ғой допинг мәселесін шешіп. Федерацияда дәл осы ұлттық құрамаға байланысты және біздің қазақстандық ойыншыларға қатысты антидопингтік мәселені кімдер айналысады, сол кісілерден сұрармыз. Айболдың өзінен сұрап мен антидопингтік орталықпен күнде байланыстамын, жиі байланыстамын. Кез келген менен сұраған жағдайда мен өзіме керекті құжаттарды, анализдерді тапсырып отырмын деді. Сондықтан Айболдың да алдағы уақытта ұлттық құрамаға оралып жатса қуаныштымыз. Енді маған Айбол оның деңгейі емес, Айбол қоя қойсын деп жатқан жігіттер бар. Бізде енді Айбол Әбікен секілді жігіттер, мен ойынын көріп жүрген адам ретінде, оның үстіне биыл Қайсардың барлық ойынын, 26 ойынның 25-ін көріп шыққан шығарым. Соның барлығын көрген адам ретінде Айболдың ұлттық құрамаға шақырту алуға лайық екенін мен айта аламын. Сондықтан Айбол болсын, қазақтың әрбір ойыншысы допинг дауынан жарақаттан аман болса, біздің ұлттық құрама одан ұтат бәсекенің жоғары болғанда дұрыс. Қазір бізде Бельгиямен болған матч бітті. Темірлан ойын қаһарманы Темірлан Анарбеков деп жатты, бірақ Темірланға қазір ораламыз. Ғалымжан Кенжебекті сынап жатқандар көп. Тек қана өзін ойлайды екен, айтыңыздар паспен ойнасын деген дүниені айтады да. Бірақ мен білетін шабуылшылар, олар пас беруді, біреуді паспен жарылқауды ойлай қоймайды. Олар қақпаны көрді, көздеді, алған бағыты бар, және сол ұрымтал тұсты іздей береді. Және ол әрдайым гол кіріп кете бермейді ғой. Сондықтан мен дәл осы жерде Ғалымжан Кенжебекті айыптаудан өзім аулақпын. Сендер не айтасың? Айыптай алмайсың, өйткені кеше Ғалымжан Кенжебек бірінші тайм ең үздік ойыншылардың бірі болды ғой, Анарбаев екеуі. Ғалымжан Кенжебек 3 өзі қауіпті соққы жасады. Сол бір соққыдан кейін угловой болды. Бұрыштама жақсы болды. Сол бұрыштамадан қысымнан кейін гол кіріп кетті ғой, мысалға. Барлығы біріне байланысты ғой, жаңа басында айтып кеткендей. Және Ғалымжан осыған дейін біздің ұлттық құрамада Лихтенштейнмен қалай ойнады, солтүстік Македониямен қалай ойнап жатыр. Қазір Қазақстандағы Дастан Сатпаевпен шамалас деп те айтсам қателеспейтін шығармын, футболшылардың бірі ғой. Жан десе жанын береді. Осы ойынға ауырып шықты. Сол ауырғанына қарамастан 60 минуттай жүгірді, және енді біз оны барлығымыз әлпештеп аялап сол Шотландия чемпионатына дайындалып отырмыз, немесе басқа да чемпионатқа барса да, өзі қалауы таңдаса да сол чемпионатқа барып, енді сол баламызға қазір бір пас бермедім де, ана жерде берсе қалай болады, Вараговский тепсе гол соғып кетсе қалай болады деген секілді әңгімелер ол алып қашпа. Өйткені сен де білесің ғой, Айбек, мен де өзім жалпы осындай медиа футбол лигасында, журналистер лигасында шабуылшы рөлінде ойнаймын. Мен де допты алған кезде басымды көтермей қақпаны ғана іздеймін, кім бар артта, не істеп жатыр деген секілді моменттер. Енді пустойға бересің ғой, енді андай бір. Бірақ Ғалымжан қазір біздің жалпы футболға деген сенімділікті арттырған футболшылардың бірі болғаннан кейін мен жастарға қазір бір сын айтуды, оларды үйретуді тіпті не істеймін, алыспын. Оларға тек қана жаңағы сол раздевалкада ағалар бар, сондай моменттерді Асхат Ағыбергенде сөйлестік қой, сондай моменттерді айтамыз. Сен шабуылшысың, тебе бер, өзіне мүмкіндік жаса, бірақ команданды ұмытпа деген секілді әңгімелер болады ғой. Олардың барлығын әрине ол бойына сіңіреді, ондай айтылған нәрселерді. Және бұл да бір тәжірибе арқылы келетін дүние. Әрине. Ғалымжанның да жас ойыншы екенін ұмытпауымыз керек. Ұлттық құрамада берген кезде ана мүмкіндік сол жаңағы
қорғаушы оны көріп сол жаққа не істеді ғой, бір Иә. ықпалын жасады ғой, движениесін жасады. Ол на противоход алды да қайтадан ортаға кіріп кетті. Өзі Ғалымжанның қазір көшбасшы болып негізгі құрамда, ұлттық құрамада ойнап жүргенде 3-4 ойын ғой. Сондықтан оны қазір жерден алып жерге салмайық. Өткен жолы ғана біз Ғалымжан Кенжебекті ойыннан алмастырып тастаған кезде неге алып тастадың деп бас бапкерді кінәлап жаттық. Ғалымжан Кенжебек керемет деп жаттық, мақтап жаттық, бірақ енді кеше Ян Вороговскийді пас бермей қойды екен деп оның бүкіл еңбегін ұмытып кетпейік. Бәлкім Ян Вороговскийді көрмей қалған шығар. Дәл ол жерде, ол қорғаушыларды қарап тұрып, Янның байқамай қалған шығар. Әлде пас берем деп ойлап үлгерем деп жатқан кезде басқа қорғаушылардың жақынырақ көрініп қалған шығар ол үшін. Сондықтан бұл тұрғыда енді Ғалымжан Кенжебекті айыптаудан мен де жалпы ешкімді де айыптауға келмейді ғой. аман осы жанкүйерлерге айтқым келетіні, бір кемшілігі көріп бүкіл оның 9 жақсылығын ұмытып кетпейікші деген. Енді ал қазір Қазбек Ғалымжан Кенжебек жайлы айттық. Сен дәл осы ойында Темірлан Нарбековке ораламыз. Тағы кімдердің ойынын ерекше атап өтерең? Әлбек Қасым. Әлбек Қасым өте сапалы ойын көрсетті. Өйткені маған ұнағаны, мысалы, шабуылшылардан гөрі қорғаушылардың жұмысы ұнады. Өйткені оларда өте көп жұмыс болды. Жалпы матч барысында. Әсіресе Әлбек Қасым, осы Нұралы Әліп екеуі Докуды соңғы қорғаушы болып, кәдімгідей аяғынан жұлып алып кетіп, таза подкатпен допты алып кетіп жатты. 2-3 рет байқадым Қасымның осындай таза жұмыс жасағанын. Маған осы Қасымның ойыны ұнады. Әуедегі доптарға да жақсы. Әуедегі доптарға да жақсы ойнады. Қасымда бір прогресс көрінді ойында. Алдыңғы ойындарға қарағанда прогресс байқалды. Бағдат Қайыров та жақсы ойнады, бірақ оның жұмысы қиын болды. Өйткені ол Докуға қарсы біреуіз ойнағаннан кейін енді Доку Ливерпульдің қорғаушыларын бірге-бір алдап жүрген адам, енді кішкене қиындау болады да оған бір нақты баға беру. Бірақ енді көбісі осы ойында Докуды Бағдат Қайыров қалтасына салып қойды деп жатыр, әзілдер кетіп жатыр. Кеше Руди Гарсия Докуды таппай қапты, қайда кеткен, кімнің қалтасында кетіп қалған білмей қапты деген әзілдер араласып жатыр. Енді расымен біздің жігіттерге үлкен мотивация. Қарап тұрсақ, енді Доку кеше біздің ұлттық құрамада 3 ойыншы қағаз алды, ескертуі бар, қызыл қағазы бар. Үшеуінде де Докуға қарсы бұзылып алды. Бірінші ойында Еркін Тапалов бірінші таймда дәл осы Докуды тәртіп бұзып құлатты, сол үшін сары қағаз алды. Екінші таймда Бағдат Қайыров жейдесінен тартып тағы да бір жылдам шабуылды тоқтатты. Сөйтіп сары қағаз алды, және Ислам Чесноков дәл осы Докудың аяғын басып кетіп қызыл қағаз алды. Барлығын Доку жалпы өзіне берген құрамасында кімді көрдіңіз Докудан басқа сіз? Өзіне жүктелген міндетті толығымен Доку алып шықты, және біздің жігіттердің барлығын осы өзіне жеке жақындаған ойыншының барлығын қағазға ескертуге отырғызып, оларды қиын жағдайға қалдырып тастады. Енді Ислам Честоковтың қызыл қағазын байқамай болса да әділ алды деп жатыр көргендер. Өздерің не айтасыңдар? Әділ. Өйткені исламда оны әдейі жасаған жоқ қой, басып кетті, өзі де кешірім сұрады, бірден мойындады. Бірақ енді бұл футбол, бұл жерде кез келген мүмкіндік қой. Докуды білесің ғой, жоқ жерден алды да оңға кетіп қалды деген секілді. Исламның алдына шығып кетті, ол енді инерциямен басып кетті деген секілді. Және өзі исламда бірден білді, байқадыңыздар ма? Білді. Кетіп қалса да қайта келіп кешірім сұрап, ана жандарына келіп отырып, ойыншыларға түсіндіріп жатты. Барлық жаңа Бельгияның тренерский штабын алып көз алдына болды ғой, олар да көрсетті ғой, var. Бірден көрсете бастады. Бірден осылай. Біз қарадық қой экранға. Вардан қарап отыр. Қызыл ғой деп өзіміз. Және дәл осы жерде Талғат Мароğlu сары қағаз алды. Кеше баспасөз мәслихатында сұрадық, және Талғат Мароğlu жақсы жауап берді. Керемет, өзім риза болып, бір рухтанып, бір қазақылықты, ағалық қамқорлықты көрдік. Енді бізде кезімізде бала болдық, жас болдық, сол кезде төбелесетін кезде братандарға, ағаларымызға сеніп, жаңағы өзімізде сенімділігіміз артатын деген секілді. Расымен осы бір дүниеге қуаныштымыз бас бапкерлік тұрғыда, және Талғат Мароğlu осы дәл осы студияда Елдар өзің барсың, Қазбек бармыз, Бектөлеу бар, бүгін бір жағдайлармен келе алмай қалды. Ұлттық құрамада қалама, қалмай ма деген сұрақтар болды.
айтпақшы енді елдармен ол кезде бәстеспей қалыппыз. Жоқ, қалмайды 100% деген елдарда ол кезде инсайт болды. Талғат Маралы қалмайды, ол Ұлытауға кетеді, ол шаршаған, тек осы 2 ойында болады. Одан кейін осы квалификацияны іріктеу кезеңін аяқтайтын шығар, бірақ одан кейін 100% қалмайды деді. Енді бұл пікіріңіз қалай қазір? Талғат Маралы қалатын сияқты ма, әлде пікір сияқты әлбетте ма? өзгерді. Өйткені енді 3 ойын болды, иә. Үшеуінде де Қазақстан құрамасы жеңілмеді. Үшеуінден екеуінде біздің топтағы лидер командалармен тең ойнадық. Бұл жерде мен де кешеде сұхбат бергем. Бұл сұрақтың жауабы тікелей Талғат Маралына байланысты. Иә. Егер ол қалам десе, егер ол стратегия көрсетсе, қалай дамиды біздің ұлттық құрама. Өйткені біз қазіргі таңдағы осы бір ойынмен келесі алдағы ойытқан 1-2 ойынмен ғана өмір сүрмейміз ғой. Иә. Біздің басты мақсат ол қазір енді әлем чемпионаты аяқталды ғой. Ұлттар лигасы бар. Ұлттар лигасы арқылы жаңағы Еуропа біріншілігіне өту. 2028 жылы. Одан кейін Еуропа біріншілігінің іріктеу кезеңі болады. Иә, соған шығу. Соған дейін ұлттық құрама қандай жағдайда болады, қалай ойнаймыз, сол Талғат Маралын жаңағы совмещенияға мен келісе қоймайды деп ойлаймын өзім. КФУ басшылығы, сондықтан оларға айтады. Егер қазір ұлттық құраманың бапкері болсаңыздар, сіз Ұлытаудағы жұмысын тастайсыз. Ол Ұлытаудағы жұмысын тастағысы келе ме деген секілді моменттер ғой енді. Сол себептен Қазақстан жанкүйерлері, эксперттер, тіпті КФФ оны енді осы сәтті ойыннан кейін қалдыратыны белгілі, бірақ Талғат Маралы өзі қалғысы келеме деген. Соңғы сөз Талғат Байсуфиновтың тарапынан болады дедік. Кеше бас бапкер бірақ өзі айтты. Мен қанша дегенмен қазақпын. Иә, жүрегіңіз не дейді деп ем, менде енді больше за, чем нет. Бірақ осында ұмытпайық, Айбек, және біздің подкастын андай астарлап қопарсан, негізі түп тамыры андай болып тұр ғой енді. Ұтылса жаман дейміз, ұтылса күшті дейміз, секіріп кетеді ғой енді біздің барлығымыз. Мысалға есінде ме, 8-0-ден ұтылдық қой Франциядан кейін. Талғат Маралы бізге шетелдік бапкері керек, немене біз ұтылып жатырық деген секілді. Қазір барлығы жақсы, ал егер Алла сақтасын, әрине тағы да сондай бір ойын болса, мысалға Ұлттар лигасында біреуге бір 5-тен ұтылып қалсақ, сенсация. Барлығы не деп айтады? Енді біз шешуші ойында Грекиядан да 5-0 есебімен ұтылдық қой, Магомед Адиевтің кезінде де. Ол кезінде айтты ғой, Магомед Адиев перегорел. Бұл жерде ше, ол кезде де айтты ғой, шынымен де Адиевті ауыстыру керек. Иә, бұл жер берді. Талғат Маралыұлы былайда, кезінде қателеспесем Черногорияға сырт алаңда 4-0 ұтылып қалғаннан кейін тоже алып тастады, бірінші рет. Екінші рет жаңағы Францияға ол в основном былай тең ойындар ойнады да. 3 ұпай тек топ командалардан алды. Жоқ, топ емес, наоборот. Әлсіз командалардан 3 ұпай алды, бірақ топ командалармен тең ойнады. Ұзақ стратегиялық қарайтын болсақ, білмеймін, меніңше бір ключевой бір жақсы бір тағы да дополнительный бірнесе беретін тренер керек секілді. Командаға мотивациядан, жаңағы неден, тактикадан, жаңағы бірінші таймның тактикасынан бөлек, сен бірінші тайм 1-0 ұттың, екінші таймда сен ол успехті одан самайын. Негізі менің ойымша Талғат Байсуфиновты алып тастайтын кезде, білмеймін, Барадюк келді ғой орнына. Барадюк келді, өте бір қате таңдау болғанын білеміз. Сондықтан енді ол жағына тағы да Барадюктың мәселесіне тағы оралармыз. Маруанұлы мысалға ұлттық құрамадан кетсе, өзім қалмаймын десе, немесе басшылық оны қалдырмаймын десе, орнын басатын енді бір андай простой, просто Европада жүретін маман алып келсе ешкім түсінбейді. Бұл Талғат Маралының орын басатын бізге өте мықты. Топ менеджер керек дейсің ғой? Маман керек, психолог та бола алатын, тактик та бола алатын, барлығы. Бұл жерде мен айтып отырғаным стратегия керек. Қазіргі таңдағы Европа чемпионатына шығу үшін қандай стратегия ұсынады Маралыұлы, және өзі қалағысы келе ме? Сол Ұлытауды бітті. Енді Ұлытауға да былай жайдан-жай келген жоқ қой, оған сеніп тапсырып келді. Бүкіл жаңа регионның футболын оған алып келді. Футболда жақсы ойнап қалды деген секілді не ғой, Мазбаевты алып келді, футболшыларды алып келді. Сондықтан да бұл өте қиын сұрақ, және бұл сұрақтың жауабын табу үшін біздің басшылар бірнеше күн бірге отырып
стратегия құрып ойлану керек. Және Енді- бұл жерде тренерский штаб мәселесі өте жоғары тұрады. Өйткені білеміз Адиевтің кезінде результат қалай көрсетті. Тренерский штабта бізде жаңағы легкий атлетикадан чемпион болды. Анау Финляндияға қарсы ойында және Данияға қарсы өте кәдімгідей біздің физикалық тұрғыда мықты дайындалғанымыз көрінді. Өйткені Иә. есімін ұмытып қалдым. Біздің жаңа Физио Иә. бапкердің ба? Мен де ұмытып қалдым. Иә, легкий атлетикадан бізде Иә. чемпион болған кісі, сол өте мықты дайындап шықты, қазақ кісі да. Сондай бір детальный келу керек та ондай мәселеге. Сен андай тек қана бас бапкерді алып келіп, сен чемпион боласың демеу керек. Оған бүкіл жаңағы жақсы бір физио маманы, жақсы бір балдармен контактты жақсы қоя білетін бір қазақ бапкерлердің біреуін алып келу керек деген секілді. Қазіргі таңдағы ең ұтымды шешім ол әрине Талғат Марғауны қалдыру. Оны қалса ешкім не істемейді ғой. Иә, жоқ енді Ешқандай критика болмайды, хейттер болмайды. Хейт болмайды. барлығы енді қалдыр деп жатыр ғой қазір. Сондықтан біз дегенмен жеңілістің жеңіліс жетім, жеңілістің әкесі көп деп білеміз ғой. Ертең алғашқы жеңілістен кейін Талғат Марғауын алып тастау керек, шетелден бапкер әкелу керек деп айтпау үшін осы бастан қазақ футболының жанкүйерлері сіздер иммунитет қалыптастыруларыңыз керек. Сіздер дайын болуларыңыз керек. Біздің шама шарқымызды, деңгейімізді білуіміз керек. Әрдайым біз рухтанып шықпауымыз мүмкін. Әрдайым біздің ойыншылар 100% дайын болмауы мүмкін. Мәселен, кеше біз Ғалымжан Кенжебектің дәл осы ойында ауырып қалғанын білдік па мәселен? Мен жағдай не деді? Я не дейді? Мой шок в шоке деген дүние болады ғой. Осындай бір орысша термин бар, енді қазақша қалай айтуға болатынын. Өзім таңғалдым. Миыма сыймай тұрды. Қалай сен Ғалымжан Кенжебекті Дастан Сәтбаев екеуінің қос алып тастайсың? Екеуі де сол қапталдан кәдімгі қарсыласқа қауіп төндіре алатын ойыншылар деп сөйтсек, Дастан Сәтбаев аяғын ауырсынып, жүрген кезде кәдімгі қайта сол ауырсынып жүрген жерін ұстадық. Негізі жоспар бойынша да сол 55-60 минут ойнатамыз дегенбіз деді. Ғалымжан Кенжебек онсыз да ауырып тұрды. Үзіліс барысында тіпті боз кәдімгі, бозарып, кәдімгі түсі қашып отырды. Сол кезде де 10-15 минут әрі кетсе ойнай алатын шығар, мен содан кейін алып тастай бересіз ау деп өзі айтты деді Ғалымжанның. Және екеуі де ешқандай 55 минутта алмастырып тастап жатқан кезде наразылық танытпай, жол бапкерлерге қарай бірден жақындады екеуі де. Әлі нөмірді көтермей жатып, кімді алмастыратынын білмей жатып. Сондықтан бұл жігіттер дайын болды. Өкініштісі енді біз жылдам гол жіберіп алдық. Әуедегі доп кіріп кетті. Алла, бұл тұрғыда бапкерді енді кешегі ойында мен не үшін ойыншы алмастырдың, неге бұларды алмастырды деген сұрақтың жауабын бірден білдік та, ол сұрақты қойған жоқпыз. Мен бапкердің қателігін кеше ешқандай көрген жоқпын. Және Арсен Ашырбек деген ойыншыға кеше дебют жасауға мүмкіндік берді. Және Ашырбек өте жақсы, жаман ойнаған жоқ. Мен риза болдым. Кәдімгі қорықпай ойнап, соңына дейін допқа таласып, алдағысы кеп, денесі кішкентай болса да корпус қойып допқа жауып жүрді. Әуедегі доптарды туалды. Әуедегі допта вот Ашырбек шыққаннан кейін бізде әуедегі допты ұта бастадық, байқадық. Сол маған ұнады. Әуедегі допқа таласқан мен Дінмұхамед Қараманның да ойынына риза болдым мен. Әуедегі допқа таласта сол жақ қапталға кеп. Құрамнан шыққан барлық футболшылар жақсы. Лидов та 2-3 рет әуеде доп ұстады, жақсы ұстады. Қасаболатпен кім шықты сонда бізде? Жуков доп ұстады. Жалпы кеше біздің жігіттерге сын жоқ қой. Бірақ бұл футболшылардың тізімі ішінде енді мойындауымыз керек. Анарбеков болмаса бізде осындай бір қазір программа, подкаст болушы ма еді. Қазір Қазбек тықырбасып отырушы ма еді? Қалушы ма еді? Сол мәселе. Мысалы 3-0 ұтылып қалса, 3-0. сол кезде осылай айтпас едіңіз мысалы. Анарбековке рахмет. Жоқ, мен енді дәл осы ойынның алдында өткенде негізі бір біздің жігіттердің Бельгияны тоқтатуы мүмкін екеніне мен өзім сенімді болдым, үмітті болдым. Ол Анарбековке де қатысты, ол Дастан Сәтбаевқа да қатысты, ол Ғалымжан Кенжебек біздің ұлттық құраманың барлық жігіттеріне қатысты. Өйткені білмеймін, мықты ойыншылар қазір бар. Батюка болғанда жігіттер бар. Егер дәл осы біз дәл осы жігіттерді бұдан әрі әлі жастар құрамасынан келетін, жасөспірімдер құрамасынан келетін мықты кадрлар келе жатыр. Сондықтан егер Талғат Байсуфинов ұлттық құрамада қалатын болса да, расымен ол өзі қазір ақылдасып алу керек, енді білеміз. Марғауды тегін жаттықтыруға да мен дайынмын деп айтады. Негізі
қандай жағдайда да болсын менің айтқым келетіні біздің отандық бапкерлерге біздің федерациямен осы келісім шартқа отыратын болса ұлттық құраманың тізгінін алу бойынша кәдімгі жан жақты қорғалған, екі жақты қорғалған келісім шартқа отыру керек. Бір жақты бұзып тастайтын, бір жақты алып тастайтын келісім шартқа келіспеу керек деп айтамын да. Өйткені мәселен қарай ертең Ұлытаудағы өзінің басшылық қызметін, барлығын жобасын, о жақтағы бүкіл 3 жылғы еңбегін тастап келеді. Алғашқы ертең 2 ойында ұтылып қалып, тәке ренжімеңіз, біз шетелде маман әкелейін деп жатырмыз, сізге рахмет деп 1 айлығын беріп жібере салатын болса, ол обал болады. Сондықтан Талғат Маруалы бұған дейін де 2 рет дәл осылай бір қызметінен кетті, қазір 3-ші рет келіп жатырмын деп отыр ғой. Сондықтан кәдімгі жан жақты қорғалған, бір жақты бұзып тастайтын болса, бірден 2 жылғы келісім шартының айлығын алатындай қылып, жаңағыдай осындай бір үлкен келісім шартпен айыппұлмен орындалатындай сондай бір келісім шартқа отырса, федерация басшылығында кім болса да, ол кезде алып тастайтын кезде ол жағында ойланатын болады. Мәселен, кеше Черчесовті алып тастайтын кезде біразға дейін ойланды ғой, расымен оған бүкіл айлығын төлеуіміз керек болады, осындай болады деген сияқты. Қазір мәселен Ордабасыда Мартинді алып тастауға қазір батылдар жетпей жатыр, әйтпесе оған да толық 1 жылға ақшасын келесі жылға төлеу керек болып жатыр жіберетін болса. Талғат Маруалы да осындай, менің ойымша, қазір сіз біздік ол ағалық інілік жаңағы байланыс тұрс дегенмен де келісім шарт мәселесінде де маған ренжімеңдер жігіттер, осылай мен де өзімді қорғағым келеді деген секілді дүниеге отыруымыз керек. Өйткені ертең жеңілетін болса, дәл қазір Талғат Маруалыны қалдыру керек деп жатқан жанкүйерлердің 10-ның 9-ы демей-ақ қойын, 8-і алып тастау керек деп қайтадан пікірін алмасып тәпішкеден секіріп кетуі мүмкін. Ал енді Анарбековке келе жатырмыз ғой. Темірлан Анарбековтың кешегі ойынын көрдік. Тіпті европалық скауттардың да кеше қызығушылығы артты, назары ауды деп жатыр. Анарбеков жайлы не айтасыңдар? Анарбеков топ. Кеше мен де сол балдармен сөйлесіп отқан кезде бүгін Анарбековтың маскасы шешіледі. Ол соншама күшті қақпашы емес. Былай Зарускин жарақаты арқылы ғана ойнап жатыр. Сол 1-2 матч күшті өткізді. Бүгін Бельгия оны тесет деп кәдімгідей айтып отыр ғой бізге. Жарайды, көрейік. Бірақ кешегі матчты қараңдар, қанша 7-8 жасады. Бірінші осы жалпы ойындағы ең керемет футболшылардың бірі, және ең бір футболшыны, жалпы адамды ең қуантатын нәрсе, ол сенің жанындағы жүрген, немесе жаңағы сенің бәсекелестерін, сенің коллегаларын мойындауы. Кеше Анарбековті барлығы мойындады. Пресс-конференцияда жаңағы Руди Гарсияның көмекшісі Анарбеков бар, Қазақстан сендер бақыттысыңдар деді. Доку Анарбековті мақтады, және бүкіл комментарийді оқысаңыздар, Бельгияның парақшаларында барлығы Анарбеков. Анарбеков болмағанда бұл бала жалпы не істеп жүр Қазақстанда? Бұл баланың уровені топ, ол қазір топ-5 чемпионатта ойнау керек. Сол футболшының арқасында кеше Қазақстан бір ұпай алып кетті деген секілді. Барлығы мойындап отыр, біз де мойындауымыз керек. Қазір кім не десе де, Мұхамеджан жақсы танимыз, білеміз, Шайзада бар, Қажымқан Төлепберген бар, Покатиловым бар, Заруцкий қайтып біледі, бірақ қазіргі таңдағы міне осы Темірлан Анарбеков біздің ұлттық құрамадағы нөмір 1 қақпашы, және кеше ол өзінің ойынымен, өзінің қазақилық еспен оны дәлелдеді. Кім не десе де Темірлан Анарбеков қазір 1 қақпашы, және Астана фанаттары да кеше менің жанымда тұрған Қазбек Тайланов та Темірлан деп қайта. Мен бағана осы Астананың үнемі жақтаушысы болатын пабликтердің астындағы пікірлерді оқыдым, сонда айтып жатты, маған кімнің қақпашысы болсаң да бәрібір, бірақ кешегі ойыныңа ризамын деп жатқан астаналықтар жанкүйерлердің пікірін оқып жаттым. Сондықтан осылай жұдырықтай жұмылып, бір ұлт үшін, бір отан үшін, қазақ деген елдің, қазақ жігіттерінің абыройы үшін осындай жерде біріккен кеше жанкүйерлерге де риза болдым. Ол жерде бүкіл осы Қазақстан жанкүйерлері, Астана футбол клубының жанкүйерлері де Олд Бойсында өкілдерін кеше көріп риза болдық. Біраз әдемі перформанс болды кеше матчтың басталу сәтінде. Енді қазір біз Бельгиямен болған матчты аяқтадық. Осы арқылы әлем біріншілігінің іріктеу кезеңі аяқталды Қазақстан үшін. Енді жолдастық кездесу бар. Оған Қайраттың ойыншыларының ешқайсысы бармайды. Кеше Талғат Байсофиновтың өзі де айтты, бұл жігіттерге біз
аз да болса тынығуға уақыт бергеніміз дұрыс шығар. Олар бүгін бар өздерінің маңдай терін төгіп, еңбектерін етті. Былайша айтқанда заслужили деді ғой, еңбек сіңірді демалуға. Сондықтан оларда Чемпиондар лигасының алаңында титықтатпай-ақ демалыс берейік деді. Біз де бұны құптаймыз. Және бұл жас ойыншыларды тексеріп алуға, негізгі құрамда шықпай жүрген өзге жігіттерге мүмкіндік беруге де жақсы. Темірлан Анарбеков ертең Фарерге қарсы тұрмаса, бәлкім бір тайым Бекхан Шайзада тұруы мүмкін, бір тайым Қажымұқан Төлепберген тұруы мүмкін. Бұл жігіттерге де мүмкіндік беруіміз керек қой біз. Осы Фарермен болатын ойынның нәтижесі қаншалықты маңызды бізге ертең. Бас бапкердің тағдырын шешуге, ұлттық құрама жайлы қайтадан пікірімізді өзгертуге маңызды. Өте маңызды, өйткені бұл рейтингтік ұпай FIFA-ға берілетін, бізге өте ол жеребьевкаға әсер ететін. Жеребьевкаға әрине әсер етеді. Және жалпы енді Маруа ұлы осындай Бельгиямен бірде-бір ойнап, қазір сол результаттың сәйкестік кездейсоқтық емес екенін дәлелдеу керек дейсің ғой. Өйткені қазір Фарерден қалып қалсақ, бізде андай ғой, Фарер аралдары де кім ол, Лихтенштейн, Сан-Марин, Андорра секілді командалар ма деп айтуы мүмкін. Бірақ олың қарасақ, олардың қазір футбол дамып келеді, өте жақсы, өзінің тобында 3-ші орында келе жатқан команда. Және бізді және осы Маруа ауылы мысалға жылды Хорватияда ойнайды ғой енді, сырт алаңда, бейтарап алаңда. Сол бір сәтсіз ойынмен аяқтағысы келмейді ғой ешкім. Сол себепте мен ертеңгі күні көп жазып жатыр, ротация эксперимент болады. Меніңше Маруа ауылы максималист адам ғой, жеңіске келеді. Тіпті біздің футболшылардың барлығы да, федерацияға да ол жеңіс керек, өйткені қазір барлығы айтады, Омаров кет, Лори онша емес деген секілді. Оларға да ол жеңіс маңызды. Сол себепте меніңше ротация болса да, бір жаңа сол Қайраттың ойыншылардың орнына сол ойыншылар шығады да, бір 3-4 бір өзгеріс болуы мүмкін. Ал бірінші тайм қалай өтеді, екінші таймда жаңағы замендер көп қой. Мүмкін Төлебайға мүмкіндік беретін шығар. Қаншама жыл жүр. Мүмкін Бекхан Шайзада шығатын шығар. Меніңше ертеңгі ойында Сейсен шығатын сияқты. Енді біз әдеттегідей оны бір-екі күн қалғанда зерттей бастаймыз, жаза бастаймыз ғой. Бірақ Сейсен сол Әліпті мүмкін енді қазір бізде маусым аяқталды ғой. Басқа ешкімде ойындар жоқ. Жігіттердің барлығы ойнағысы келеді. Оларға Фарерге бір мысалға қазір Чесноков тағы 1-2 гол жүрсе, қайтадан Шотландиямыз басқа клубты шақырып қалуы мүмкін ғой деген секілді мүмкіндік әңгімелер ғой. Сол себептен меніңше бір андай ротация 100%, 80% болмайтын секілді. Сол бірінші таймда бір құрам, екінші таймда басқа бірден 5 ойыншы алмасу деген болмайды деп ойлайсың ғой. Жоқ, ондай болады екінші таймда. Бірақ бірінші таймда меніңше біздің жігіттер негізгі құраммен ойнайтын секілді. Енді қазіргі таңдағы бар жігіттер арасында. Енді жақсы нәтиже күтеміз, бірақ дәл өзім қарас мысалға. Қазір ұпай алғанымыз. Айбекжан, қара. Біз мына құраммен Бельгиямен тең ойнадық. Осы құраммен ертең ала қаласа ұлттар лигасында ойнаймыз. Және біздің команданың қарсыласы Фарер аралдары секілді деңгейлес команда болады. Соң команданың төңірегінде біздің құрама қандай футбол көрсетеді деген сұрақ қой. Кеше біз Қорғаныста болдық. Енді қанша 30%-ға жеткен жоқ қой доп иелік ету. Ал Фарер аралдарына қарсы біз бірінші минуттан бастап доп иелік етуіміз керек қой. Және сондай жігіттер керек. Енді Талғат Маруалының кешегі ұпай алғаны кездейсоқтық емес екенін дәлелдеу керек дегенге мен келісе қоймаймын. Өйткені 3 ойында ресми өзінен өткен 3 ойында де ұпай алды. Енді Лихтенштейнді ұтқан ол өз алдына, дегенмен солтүстік Македонияны мен сырт алаңда өз алдымызда кеше әлем чемпионатына шығамыз деген. Екі түрлі ойын. Бельгиямен жоқ түрлі ойын. 3 ойында 5 ұпай алып отырған. Лихтенштейнмен алмай қой. Северный Македониямен біз бірінші нөмірмен ойнадық. Бельгияға қарсы біз бірінші нөмірмен ойнаған жоқпыз. Ол қысым және екінші нөмірмен. Бельгияға қарсы бірінші нөмірде ойнай алатын командалар өте аз. Жоқ, мейлі ғой. Әлемде. Сол енді Фарер аралдарына біз қандай футбол ойнауымыз керек? Сен ойыншы айтшы осы жерде. Енді Фарер аралдарымен болатын ойында менің ойымша маңызды емес, менің ойымда бұл ойын тең аяқталатын сияқты. Жолдастық кездесу, екі командада қазір жеңіліп, маусымды, жалпы биылғы жылды бір төмен көңіл күйді аяқтағысы келмейді. Жоқ, договорняк емес, көп тәуекелге бармайды. Менің ойымша. Ашық шабуыл болады деп айта алмаймын. Бірінші нөмірмен ойнап, екеуі жаңағы жан алысып, жан берісіп, ондай бір дүние бола қояды деп ойламаймын. Және Талғат Маруалы үнемі көбіне
басқа ойыншыларға, ұлттық құрамада ойнамаған ойыншыларға мүмкіндік беруге әрдайым тәуекелге барып тұрады, одан қорықпайды. Сондықтан мен ертең Қажымұқанның да дебюті болып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Осы екінші таймның ортасында шығып қалса да, сондай дебют жасатуға көп құмар ойыншы. Бапкер біздің жаттықтырушы, сондықтан дәл осы ойында мен қандай нәтиже тіркелсе де Фарер Аралдарынан ұтылып қалсақ та, кешегі Бельгиямен болған, солтүстік Македониямен болған керемет ойынды ұмытпаймын. Сондықтан жігіттерді дәл осы ойында егер жеңіліп қалып жатса жазғырмаңыздар, бұл жолдастық кездесу. Бізге қосымша ұпай, рейтингте болатын, жаңағы жеребеде әсер ететін өзге де факторлар әлбетте керек. Бұл қосымша факторлар екенін ұмытпауымыз керек. Бізде негізгі сол ұлттар лигасында ойнауға кім дайын? Міне осында анықтауымыз керек. Және бізде қазір Қазақстан чемпионаты аяқталды. Бұл әлбетте кеше бапкерлердің өзі де айтып отыр, Талғат Байсуфенов те айтып отыр, өз әсерін бермей қоймайды. Игровой тонус деген кәдімгі ойындағы жүрген адам ол бәрібір бөлек болады деп кеше осы Қайраттың ойыншыларын ерекше атап өтті. Енді дәл осы тұрғыда біздің ойыншылардың бір жағынан оқу жаттығу жиыны ұзағырақ болды. Ұлттық құрамада біраз тактикалық жүрістерді тексеріп көруіне, жігіттердің бір-бірімен үйренісіп бауыр басуына да әсер етті. Ал енді осы біздің чемпионаттың ерте аяқталып қалуы және Қазақстан құрамасының кәдімгі кішігірім оқу жаттығу жиынын өткізуге мүмкіндік алуы, өзге Европалық Бельгиядан бұрын біз көбірек жиналдық қой, енді көбірек бас қостық ертерек. Қаншалықты әсер етеді біздің ұлттық құраманың нәтижесіне? Ол нәтижені кеше көрдік. Өйткені ойыншылар уже бір-бірін түсіне бастады, қалай ойнау керек, кім қай жерде ойнайтын, ол кезінде ол нәтижесін Адивтің кезінде берді. Мысалы, естеріңізде болса, майдың кезінде бізде июньде не басталды, жаңа шілдеде ұлттар лигасының бірінші ойын Әзербайжанға қарсы. Сол кезде маған бір турда кейінге шегеріп 10 күн уақыт беріңіздерші деп сол кездегі федерация басшысына өтінім айтты. Сөйтіп бір турды кейінге шегертіп, олар майдың 21-нен бастап сол шілденің 4-інде болатын матчқа 12 күн бойы дайындалып 4 матч өткізді, 12 күн ішінде. Сөйтіп 4 матчтың 4-еуінде жеңіске жетті, естеріңізде болса. Ол көп әсер береді, әрине, өйткені командадағы ойыншылар бір-бірін түсіне бастайды. Және бұл жерде 10 күн жеткілікті, бірақ 20 күн, 30 күн болса, ол ойын практикасыз өте қиын болады. Ойыншыларға да қиын, оның кері әсерін біз Грециямен матчта көрдік. Ерте баста өте қатты ерте жиналып қалды, және олар ойын практикасы болмады, амал жоқтан жаңағы. Неге барып ойнады? Сауд Арабиясынан барып па, бір жаққа барып ойнады. Жолдастық кездесу Тәжікстанмен ба, жоқ, Түркменстанмен ойнады, қателеспесем. Сол кезде бізде физикалық керісінше регресс болған секілді. Ал 10 күн жеткілікті деп ойлаймын командаға дайындалу үшін. Тамаша, енді Фарер Аралдарына кеше бір күн демаламыз, бір күн жаттығамыз да, ары қарай жолға шығамыз деді. Жол болсын дейміз жігіттерге. Ал енді құрметті көрермен, сіздер Айбек Қабылша YouTube арнасына тіркеліп, жазылып, бізбен бірге әрдайым болыңыздар. Осы сіздердің біздің оқырман ретіндегі сандарыңыз артқан сайын, біздің де сіздерге ұсынатын контенттеріміздің сапасы арта түсетініне сенімдіміз. Ал міне бүгінгі біздің подкастқа келіп, өзінің сөзінде тұрып, өзге де жағдайым болып жатыр, ауырып қалдым, отбасылық жағдай болды деп, бүгін Елдардың келмей қалуына, немесе шашымды қалай алам, мен елдің алдында жүрген адаммын, бұл жай әшейін айтқанмын, Қазақстан ұтты, сол үшін қуаныштымын, 100 000 теңгеңді берейін, сонымен ақ шектелейік деуіне де болатын. Жоқ, Елдар осындай сөзінде тұрды, ризамыз. Және менің подкастыма келіп жатқан жігіттердің өзге подкасттардағыдай келген, қонақ болып келген үшін ешқандай гонорар алмайтынын да мен айта кетуім керек. Сондықтан дәл осы жігіттерге менің подкастыма келіп қолдау білдіріп жүргендеріңе кәдімгідей дос ретінде өздеріңе ризашылығымды білдіремін. Ал Қазбек Тайланов, Елдар Аманбаев спорт жарысшысы болып, осылай жеңісті күндерде жүздесе берейік.
Айбек Қабылша YouTube арнасында келесі жүздескенше бай қуатты болайық.